Сәлем баршаңызға. Бүгін мен осындай әдемі сүзбелі пирог пісірдім. Сіздер де менімен бірге пісіріңіздер. Алдымен ұнды және де оның үстіне бір шай қасық разрыхлитель қосып електен өткізіп аламыз. Енді сары майды майдалап турап немесе електен өткізіп ұнмен жақсылап араластырамыз. Қазақша контентті қолдап менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарийлер жазып, менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчик басып қойыңыздар. Араластырып болғаннан кейін үстіне шекер саламыз. Енді үстіне бір жұмыртқа салып, осы бір жұмыртқамен қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ әдемі қамыр шығады. Дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбені ыдысқа саламыз, оның үстіне шекерді салып және де қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Блендермен де араластырсаңыздар болады, немесе жай ғана вилкамен жақсылап езіп тұрып араластырамыз. Енді үстіне бір жұмыртқа қосып, дайын болғанша араластырамыз. Міне сүзбеміз дайын. Енді тоңазытқыштан қамырды аламыз, екіге бөлеміз, бір жағын үлкендеу етіп бөлеміз де, үлкенін астына жақсылап жаямыз. Астын жақсылап біркелкі етіп жайып болғаннан кейін жаңағы алып қалған екінші қамырды шетіне бортиктарын жасап шығамыз. Енді үстіне сүзбемізді саламыз, жақсылап біркелкі етіп жайып қоямыз. Сүзбенің үстіне кез келген жидектер қойсаңыздар болады, немесе қоймай қойсаңыздар да болады. Мен үстіне малина қойып шықтым. Енді пирогымызды 180 градуста 30-40 минутта пеште пісіріп аламыз. Міне пирог әдемі болып қызарып пісті. Піскеннен кейін бірден кеспейміз, суығаннан кейін кесеміз. Сіздер де ерінбей қонақ күткенде немесе жай ғана шай ішкенге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.